Сәлем достар, бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын жапондық десерт мотиді дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар және жаңа рецепттерді жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен бізге 50 грамм жабысқақ күріш ұны қажет болады. Оны кез келген кондитерлік дүкендерден ала аласыздар. Оған 100 грамм қант ұнтағын қосып араластырамыз. 90 грамм су қосып және бояғыштың кез келген түсін қоссаңыздар болады. Барлығын жақсылап араластырамыз. Одан соң бетін пищевая пленкамен жауып, бетін пышақпен бірнеше рет тесеміз. Микроволновкаға 1-1,5 минуттай қоямыз. 1 минуттан соң алып араластырамыз. Бетін жауып, тағы да 1,5 минутқа микроволновкаға қоямыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Осындай қою болуы қажет. Енді оны толықтай суытамыз. Оған дейін ортасына қосатын салмамызды дайындайық. Сүзбелі ірімшікке 1 ас қасық қант ұнтағын қосып, жақсылап араластырамыз. Және кез келген жем-шидектерді қолдансаңыздар болады. Мен киви мен бананды қолдандым. Столдың үстіне жүгері крахмалын сеуіп, қамырымызды алып, осы жүгері крахмалына аунатып аламыз. Одан соң оны теңдей етіп 5 бөлікке бөліп алдым. Әрқайсысын қолымызбен жайып шығамыз. Енді ортасына салмамызды саламыз. Ең алдымен сүзбелі ірімшікті салдым. Оның үстіне кивиді қойып, видеода көрсетілгендей біріктіріп шығамыз. Міне осындай әдемі дөңгелек формада шығады. Қалғандарын да осылай жасап шығамыз. Сүзбелі ірімшікті салып, үстіне кез келген жемісті қосамыз, барлығын біріктіреміз. Тоңазытқышқа кемінде 1 сағатқа салып қоямыз. Біздің жапондық моти десертіміз дайын. Міндетті түрде сіздер де дайындап көріңіздер, өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Рецепт ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөліссеңіздер болады. Алда көптеген рецепттермен бөлісемін, сондықтан да міндетті түрде каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.